Күту залы. Күту залында қап кеткендер, шындықты айтып, көздеріңді ашайын. Неге сені блокқа сап, араласуды доғарған? Тіпті сенен құтылу үшін телефон нөмірін өзгерткен. Өз аккаунттарын өшірген адам сені сүйеді деп ойлайсың. Логика қайда? Неге ол сені виртуалды әлемде емес, шын өмірде көргісі келуі тиіс? Ол сенен қашып кетті емес пе? Иә, дәл сенен жасырынды. Қашты, тығылып қалды. Сені өмірінен сызып тастады. Бұл арадағы көпірді өртеу деп аталады. Жоқ боп кетсе, ол ойлануға кетті. Оған уақыт қажет деп өзіңді алдарқатпа. Ол шынында да сенің адамың ба? Жоқ, болмағанда. Басқасы сенің қиялың. Сондықтан көп қиялданба. Ол басқаша шешті. Сен ол үшін бөтенсің, жатсың. Жай дос боп қалайық деген өтірік өзеуреге шыдамайтын жан. Мен сені бақытты етемін дейтін далбасаңды мойындамайды. Әсіресе сені блоктап, сенен қашып кетсе, оған сенің ешбір уәдең керек емес. Өзіңде сенбейтін жаным сүйемін дегендеріңнен жүрегі айниды. Сенің де жаным сүйемін дегендеріңнен жүрегі айниды. Құсқысы келеді. Мұндай жағдайдың екі жағында да қалып көрген адам ретінде айтарым: жібер. Кеткен адамды ұмыт. Жібермей етегіңе оратылғандардан қаш. Күту залында өміріңді өткізуді доғар. Сен еркінсің, күтпе. Қиялданба. Сенің адамың сенен жасырынбайды. Сезімін жасырып қалмасанық. Алдыңдағы есікті тарс жапқанда бет алды терезеге жүгірме. Өзіңді жақсы көріп үйрен. Өзіңді құрметте. Өзіңнің уақытыңмен жүйке жүйеңді аяла. Сені көруге талпынбаған адамдармен кездесуді аңсама. Менің сөздерім сенімді шықты деген үміттемін. Еркін тыныста. Бұл мәселенің маған қатысы жоқ деп айтпаймын. Қатысы бар. Сондықтан осы мәтін арналып жазылған жан есіңде болсын. Сені бұдан былай көргім келмейді. Бәрі бітті. Авторы Берлинская акварель. Аударған Шынар Әбілда.